Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып математика. 56-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жиындарды құру және жіктеу. Сендер жиын немесе жиын емес таңбалармен танысатын боласыңдар. Бірінші мысал. Бұл нысандар қандай жиынның элементтері? Кәне, сұрақтарға жауап берейік. Шырша, қайың, қарағай, терек. Бұның бәрі ағаш деп айтсақ болады, я, бір сөзбен, немесе өсімдіктер. Өсімдіктер жиынының немесе ағаштар жиынының элементтері. Келесі. Ата, әке, ана, қызы, ұлы. Бұлар әрине бауырлар, туысқандар десек те болады. Бұл бауырлар жиынының элементтері болып есептеледі. Сызғыш, қалам, қарындаш. Бұлар оқу құралдары. Яғни оқу құралдар жиынының элементтері болып саналады. Екінші мысалға назар аударайық. Математика сөзіндегі әрбір әріптер жиыны. М әріпі А жиынына тиісті. Яғни біз бұны қалай жазамыз? Міне, А, мына таңба тиісті жиынына А. Түсінікті ме, балалар? Яғни М әріпі деген сөз міне, мына әріпі тұр мұнда, мына жиынына тиісті деген белгі. Б әріпі А жиынына тиісті емес. Яғни бұның жазылуы, балалар, Б элемент әріпі А жиынына тиісті емес. Яғни мынаның белін сызылған болады. А жиынына тиісті тағы 3 әріп жазып көрші осылай. А жиынына тиісті емес 3 әріп жаз. Жиынды латынның бас әріпімен, ал оның элементтерін кіші әріптермен белгілейді. Яғни элементінің жиынға тиісті екенін білдіреді. Мына белгі жиынға тиісті деген белгі. Ал мына белгі элементтің жиынға тиісті емес екенін білдіреді. Бұны есе сақтаңдар. Берілген сандар қандай жиынның элементтері болып табылады? Қандай сандар берілген? Назар аударайық. 2, 5, 7, 4, 9. Бұл сандар бір таңбалы сандар элементтерінің жиынының элементтері болып табылады, балалар. Себебі барлығы да сандар және бұлар бір таңбалы сандар. Суреттегі жиындарға қара. Әрі жиынды оған тиісті элементтерді ата. Яғни К жиынына тиісті элементтер қайсысы? А, Б, С. Бұл жиынның элементтері болып саналады. Ал К ол элемент жиыны. К жиын болып есептеледі. К жиынының бұл ішіндегі А, В, С деген элементтері. F жиынының элементтерін атайық. Д, Р, М. Яғни мұнау жиын болса, міне жиын F-пен белгіленіп тұр. Осының элементтері міне кіші әріптермен жазылған. Міне латынның кіші әріпімен белгіленеді. Яғни мұнаның барлығы F элементтерінің жиыны болып есептеледі. С жиынының элементтерін атайық. Ж, Н, С.
жиынының элементтері болып есептеледі. Жиын тұйықталған сызық түрінде, диаграмма түрінде кескіндеп көрсетуге болады екен. Осыны есіңде сақта. Яғни тұйықталған сызық түрінде деген сөз, міне балалар, осыны бір элементтер жиыны деп көрсетуге болады. Зерттейік балалар, суреттегі жиындарға қарайық. Суретте екі жиын тұр. А жиыны және В жиыны. Ал А жиынының элементтерін атайықшы. Гүлдер, өсімдіктер, бөлме гүлдері, жалпы гүлдер де есепке болады, бұның ішінде дала гүлі, бөлме гүлдері, өсімдіктері, барлығы бұл гүлдер жиынын құрап тұр. В жиынының элементтері. Бұл жерде элементтерде құс, тауық, үйрек, бұлар үй құстары деп атасақ болады. Үй құстар элементтері деп атауға болады. А және В жиындарын ата. А жиыны гүлдер жиыны, В жиыны үй құстары жиыны деп атаймыз. Осы екі жиын элементтерінің санын салыстыр. А жиынның элементтері 5, ал В жиынның элементтері 4, 3. Диаграммалар бойынша өзің басқа сұрақтар қойып, құрастырып көр. 6-шы мысал. Есепті шығар. Мұражайдың бірінші залында табиғат туралы 29 картина бар. Ал екінші залындағы картиналардың содан 15-і артық. Мұражайда табиғат туралы барлығы неше картина бар? Әрине бұл құрама есеп. Балалар, біз бұның бірінші шартын құрамыз. Бізде белгілі мұражайдың бірінші залында табиғат туралы картина 29 дейміз. Ал екінші залдағы картина одан 15-і артық, яғни белгісіз, тек қана 15-і артық екенін айтып тұр. Ал бізге екі залдағы картинаның барлығы неше екенін айту керек. Яғни бізге екінші залдағы картинаны табу керек, және барлығын табу керек. Яғни не істейміз ол үшін, балалар? Біз 29 картина, яғни бірінші залдағы мен екінші залдағы картинаны қосамыз, себебі 15-і артық деп тұр. 15-ін артық екеуін қосу арқылы біз екінші залдағы картинаны таптық. Ол шыққан саннан біз бірінші зал мен екінші залдың барлығын табу үшін екі залдың картинасын қосамыз. Яғни бұл екі амал мен екі амал да бізде қосу амалы. Яғни бұл күрделі есеп, балалар. Қане шешуін жазып, шартын құрып, есепті шығарып көріңдер, және мұғалімге тексертіңдер. Яғни 7-ші мысал, 15-ке арттыр. Яғни арттыр деген сөз қосамыз. 17 мен 15-дің қосындысының мәнін табамыз. 36 мен 15-дің қосындысының мәнін табамыз. 15-ке кеміт, 23-тен 15-ті азайтамыз, кеміт деген сөз, балалар, естеріңнен шығармаңдар, яғни азайту. 8-ші мысал, жиындар құр. Әр жиынға 4 элементтен жаз. А сынып бөлмесіндегі нысандар жиыны, В қоршаған ортадағы нысандар жиын элементтерін жазып, жиын құрастыр. 9-шы мысал. Тиісті амалдар таңбасы мен сандарды қой.
яғни бізге мына мәні дұрыс шығатындай тиісті таңбаларды қойып есептеуіміз қажет. Балалар, сендермен біз өткен сабақты қайталап отыруымыз өте маңызды. Мынау сендерге қосымша тапсырма. Өткен сабақты қайталау мақсатында. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.